Баршаға сәлем. Пияздың қабығы өте пайдалы екенін сіз білдіңіз бе? Әрине, пияздың емдік қасиетін барлығымыз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бар екенін білеміз. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті оразан зор екенін естігенсіз бе? Сізге таңсық тақырып болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Өте маңызды әрі пайдалы ақпарат айтылатын болады. Пияздың қабығы Е, Б, С, П дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияз қабығының қайнатпасын халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Пияз қабығының пайдасы. Пияз қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамырлар ауруының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып, қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Ми қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді. Қақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді. Терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды. Жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан асқорту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымын реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршықтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады әрі жылтырлығын арттырады. Қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, 2 ас қасық бақбақ тамырын, 2 ас қасық мыңжапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Тамағыңыз жиі ауырса,
Пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайыңыз. Тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық буымен дем алыңыз. Қатты жөтелсеңіз, 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын 4-1 стаканнан тұтыныңыз. Бүйрегіңіз бен қуық қалбыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стакан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып ауырса, күніне 2 рет 50 мл-ден 3-5 күн ішесіз. Ал үнемі ауыратын болса, онда күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтынасыз. Тамыр аурулары мазаңызды алса, 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып, 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшысын ішіңіз. Мынадай тәсілі де бар. 2 ас қасық пияз қабығына 400 мл қайнаған ыстық су құйып, 6 сағат күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын 4-1 бөлігін стаканнан 7-10 күн ішіңіз. 1 апта үзіліс жасап, емделу курсын әрі қарай жалғастыруға болады. Пияз қабығының қарсы көрсеткіштері. Көптеген басқа дәрілік құралдар сияқты пияздың қабығы да қауіпсіз, бірақ оған қарсы қарама-қайшылықтар бар. Басқа да дәрі-дәрмек сияқты дозаны бақылап отыру керек. Әрине, пияздың қабығын улану өте қиын, бірақ денеңізге осындай шамадан тыс тексерулерді ұйымдастырудың қажеті жоқ. Бұл сорпалар мен тұнбалар қабылдау үшін қолданылады. Сыртқы пияз жақпа қолданғанда артық доза алынбайды. Сондай-ақ, пияз қабығын мүлдем алмайтындар да бар. Бұл адамдар қанның ұйығышын жоғалтудан зардап шегетін адамдар. Пияздың қабығында круцетин бар, қанды қалыңдататынды құрайтын зат. Бұл проблеманы күшейте түседі. Қан ұйуы мен басқа да қиыншылықтарға әкеледі. Кез келген жағдайда, кез келген аурудан пияз қабығына көмектесетін болады деп ойламаңыз. Емдеу оның шолуларын барлық жерде табуға болады. Панацея емес. Дәстүрлі медицина рецептін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу ақылға қонымды болады. Міне достар, енді пияз қабығы жайында сіз де білетін боласыз. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, қолдап кетіңіздер.